Selam dostlar, bizim kanala hoş geldiniz. Selam, bugün mende var. Men Ахнет. Dostlar, bugün bizde Batıl, Егіздер арнасындағы Еңлік деген қыз бізді Ахнетті Батылға шақырды. Ал ендеше достар, Еңліктің бізге қойған талаптарын бірге көріп алайық. Достар, біз инакайзатке сондаймыз. То есть Ахнетке. Сәлем, Ахнет. Привет. Өткеткен мен. Негізі мен сіздерге бостан босқа звондап тұрған жоқпын. Себебі мен Ахнетті Батылға шақырғым келіп тұр. Давай. Ахнет жақсы сурет салатынын білемін, сол үшін мен онымен бірге сурет салудан Батылды шақырғым келеді. Давай, естім. Бізде 3 раунд болады. Бірінші раундта біз көйлек салу керекпіз. Ол уже фантазияға. Давай. Екінші раундта біз А4 қағазына любой бір пейзаж салу керекпіз. Ол уже существующий бір ертегіден болуы мүмкін, или просто өз ойыңнан шығаруы мүмкін. Үшіншісіне біз сүйікті кейіпкер саламыз. Любой бір сериал, аниме, мультик бәрібір. Просто любимый кейіпкер салу керек. Давай. Оны любой заттармен, материалдармен салуға болады. Карандаш болсын, акрил болсын, гуаш болсын. Бәрібір. Енді мен сендердің каналдарыңда видеоны көтемін. Мен өзім сала беруді бастаймын. Давай, пока. Пока. Пока, Еңлік. Ал достар, Еңліктің берген бірінші тапсырмасы ол көйлек салу. Достар, Ахнет осы көйлекті таңдады. Ал Ахнет саған сәттілік. Мен оған көрсетіп тұрам, ал Ахнет осы суретке қарап салады. Менде осындай ақпараттар бар. Қазір мен осы ақпараттарға сурет салуды бастайын. Ал мен достар группа поддержки боламын. Бірінші осындай мойны. Қолдар әдемі екен, иә? Достар, Ахнет телефоннан қарап сала береді ғой. Бір суретті көрсетесің ғой, соны айнытпай салып береді. Сол кезде мен таң қаламшы, қалай салады вообще, мен ондай өнерім жоқ, сондықтан Ахнетке таң қалам. Қандай суретті көрсетсем де сала береді ғой. Көйлекті де әдемі салып жатыр. Достар, кім суретті жақсы салады, комментарий жазып кетіңіздер, мен сіздерді сол жақта күтемін. Достар, Ахнет сурет үйірмесіне бір айдай барып жүрді, одан кейін бармады. Негізі ол үйірмеге бармай тұрып та Ахнет өзі салатын, қазірде өзі салып жүр. Ол жерден сен қандай суреттер салып едің? Мен ояқты пейзаж салған. Күшті. Насихатта барған. Насихаттың суретке... Насихатта жақсы сурет салады. Иә. Өзіме тартсандым. Тұр, мына жай болмады. Болды, бітті. Достар, қазір мен сіздерге Ахнеттің суретін жақыннан көрсетіп жіберейін. Болды ма? Иә, болды. Только бояғына қалып тұйды. Қазір мен көрсетіп жіберейін, Иә, давай. Достар, қазір мен сіздерге телефондағын және де Ахнеттің салған суретін көрсетіп жіберейін. Міне достар, осылай салды. Ал енді Ахнет бояушық. Мен оны роза сетке боямайым.
Мен оны фиолетовый цветке бояймын, өйткені мен роза цветі ұнамайды. Сол үшін фиолетовый цветпен бояймын. Мен жақсы көремін цветім. Ал достар, сіздер қандай түс жақсы көресіздер? Мен барлық түсті жақсы көремін. Керек емес қой, ана? Достар, Ахмет кішкентай кезінде бір куклалар салатын, бір көзі бар. Сосын анам айтатын, немене ойлен, бір көзі бар, екінші көзі қайда деп. Анамыз бізде кішкентай кезімізде бір суавенный көйлектер сондай салып беретін, қыз бен ұлдың суреттерін. Біз анамыз айтатынбыз күнде, салып беріңізші деп, сосын күшті суреттер салып беретін. Батылып отыр мынаяқта неғып жай сөйлеп отырсыңдар. Подписчиктер жай сөйле дегенге жай сөйлеп қалыңдар ма? Дауыстарың аяқтан шықпайды ғой. Әшейінде шығып тұратын еді. Үндемей отырып салып жатсыңдар ғой. Қазір жақыннан көрсетейінші мен не салып жатқандарың. Вау. Мен аны қарап тұрсам да мынандай көйлек саламайын. Менікі постоянно андай ғой, той көйлек қой. Сондай салам ғой. Тойға барады, тойда киетін ақ көйлек салам ғой, мен постоянно. Бір көйлек, сосын андай көбөлек не бар ғой, көйлектер соны саламын. Бізде үнемі андай той көйлекті салып беретін едіңіз ғой. Қыз бен ұлдың. Сап бер деп сөйтіп жүгіріп жүрдім кішкене кезінде. Онша өрсістетін еді қойыз. Қазір жақсы болды. Өздері салып алады. Сәл шықты көйлек. Болды ма? Иә. Болдан да жақынан көрсетеміз ал, осылай көрініп тұр ма? Былай көрсет. Телефонда суреттей көрсетей ме? Екеуін бірге көрсет. Көрініп тұр ма? Жоқ, көрініп тұрған жоқ. Маған бер. Только цветі ғана ұқсамай қалды. Иә, цветтері ұқсамай қалды. Ахметке фиолетовый түс ұнағаннан кейін осы түспен салдым. Ал осылай. Міне енді көрініп тұр. Басы құсады деп ойлаймын енді, мынау нелердің бәрі келтірілген. Ойына өшіп қалды. Тек цветі ғана ұқсамады. Екінші тапсырмаларым не? Екінші пейзаж ба? Иә, пейзаж деді. Иә, пейзаж салу. Ал көрсетіңдер енді. Бірінші тапсырма орындалды. Мынау менің суреті. Ана телефондағы сурет. Мына телефонда. Ал салыстырып көріңдер достар. Құсатып салды ма? Бірінші, ойбай, не өкпет, қалай сөйлеп көрсін. Бірінші тапсырмасын дұрыс орындады ма, Ахмет? Көріңіздер, достар. Комментария жазып кетіңіздер. Ал екінші тапсырма еттік. Екінші тапсырма бізде пейзаж. Пейзаж саласын ба енді? Немен, любой нәрсемен сала беруге бола ма? Карандаш, гуаш. Мен гуашпен саламын. Пейзажды. Ал достар, енді мен сіздерге Ахметтің пейзажын көрсетейін. Міне осындай пейзаж. Мен осындай пейзажды таңдадым. Қазір осыны салады енді Ахмет. Былай қояйын ба, қалай ыңғайлы? Иә, осылай қоя сал. Так, тауларынан жастайық. Білмеймін, онда тау не оңай деп ойлаймын енді маған. Оңай деп қоясың да, бірақ өзіңе келгенде саламай қаласың ғой. Мен енді 3 тау салам. Сөйтіп төбесіне бір күн, бір бұлсақ қоям. Еще птичка, ана не бар ғой, құстаршы, мынандай ма? Қарғалар ма, тұрналар ма, ұшып баратқан сурет саламыз. Бір көлдің суретін салам, бір ағаш салып қоям. Еще көліміз ана таудан ағып баратады ғой. Таудан су алады ғой. Біздің салатын суретіміз сол. Ахметтің негізі 3 тақтасы бар. Папа салып берген. Сосын жаңағы сурет салатын не деп айтады? Анандай бейт тақтасы. Подставка. Сондай бар салатын. Оны бір аналар ойнап кете береді. Фломастермен салатын, иә? Иә. Гуажды бітіп қала береді, гуажын қайта-қайта әкесі әкеп береді. Құдай қаласа, білмеймін, енді өскенде суретші болады ма, енді өз таңдайды не болатын. Қолы өнерге жақын ғой негізі Ахмет. Ахмет әкесіне тартқан. Әкесі сондай не пысық десең да.
Әкесі сондай пысық, қолөнерші, әкесі атасына тартқан. Атасы сондай не болған екен. Болған атасы. Болған ба не? Не, Атасы не мебель, болған? ағаштан не жасаған, мебель жасаған. А папа мынандай ДСК, мынау тұрған мебельдер, осындайларды әкесі осындай мебель жасайды. Сүйретті күшті салады әкесі. Ахнет сол әкесіне Иә, тартқан. әсіресе ана 3D қылып салады ғой. Иә, әкесіне тартқан, әкесіне. Сен осылай салғаным мен. Әкесінің қызы, собственный. Мен айт сал десем. Инабат атасының қызы. Әжесінің қызы болған Ахнет, кейін әжесінің қызы насихат болып кетті ме түсінбеймін. Екеуі де ғой. Все, айын салды. Маған Әпшен анау домалсы. матаға саласыңдар ғой, ақ матаға. Аха. Сол ұнайды. Негізі соған салмады? Соған салмадың ба? Ә? Осыған сала береді ма? Иә. Анау Ахматаға салса нетеді, не, гуаш қатып қалады бір жерде. Бір жерде болып қалады. Так, жасыл түспен бірінші өлім. Білмеймін, маған өйтіп сол ұнады да. Аш бойға не бір? Тиктокта салып атады ғой, неше түрлі суреттер ше. Иә, керемет салды. Бір салғаннан салып кете береді ғой. Ахнетке анандай басқаша кистишка керек ау деймін. Е, осы бола ма? Білмеймін. Осы болады. Только осындайдан кішкентай керек. Ана жіңішке кистишкалар болады ғой, шашырамай тұратын. Иә. Сондайлар керек саған. Мен сіздерге бір қыз айтайын, біздің де сыныпта бір Емек деген қыз бар да шы. Ол да керемет салады ғой суретті. Сондай болады ғой бір класста бір керемет салатын. Әр баланың қабілеті әртүрлі ғой. Біреу суреттен жақсы, біреу математикадан жақсы, біреу неді сөйлеуден жақсы, біреу мүлдем сөйлемейді, бірақ басқа сабақтан жақсы. Әр баланың әртүрлі өздерінің қабілеттері бар. Соны дамыта білу керек ата-аналар. Мен енді елка ма ағаш па? Ағашын салуды бастадым. Елка. Елка. Айын кішкене сопақша оқыған сияқты. Қазір дұрыс емес. Негізі, мынау не бар емес, мынау акварель ма не еді? Гуаш. Гуашда не үшін ақ түс керек дейін да шы? Ақ түс көрінбейді ғой. Көрінеді екен ана матаға салғанда. Көріне ма? Айырма соқ бар ма не? Мен де сөйтіп ойлаймын, ақтың не керегі бар деп. Ақты ол бір басқа цветтерге араластыруға болады ма сонда? Қарандашта бар ғой ақ түсті біздің Керек болған ғой, сол суретшілер, нағыз суретшілер бірдеңе қылып келтіріп салады ғой соны. Біздің үйде менің ағам суретші болған. Сызудан, суреттен күшті болатын. Қай ағамыз? Ерболат деген ағам. Білем. Иә, папам сияқты күшті. Суреттен көріппін бірақ. Ахнет бізде үйірмеге барған жоқ, ол өзі салып жүрді. Сосын қағаздан қиып, бірдеңелерді жасайды. Кішкентай кезінен. Негізі үйірмеге бару керек еді, карантин болып кетті. Содан бара алмады. Неге бардың Ахнет сен? Неге бардың? Гимнастикаға барған. Сосын тағы биге барды. Инабат, Ахнет, насихат үшеуі биге барып жүрді. Сосын биді тастап кетті да. Инабат домбыраға барып жүрді. Үшеуміз де домбыраға бардық. Иә, үшеуі де домбыраға барды. Сөйтіп домбыраны Инабат алып кетті. Екі домбыра сатып алатын болып, екі қол сатып алғанбыз домбыраға. Әкес екеуміз. Бір домбыраны, сосын екі домбыра заказ бергенбіз, сосын домбыра жасайтын туысқанымыз, жездеміз, туысқан. Сол айтты, бірінші бір домбыраны жасатып, соны алыңдар, егер тартып алып кетсе, екіншісін жасатасыңдар деп. Айтқандай-ақ, Ахнет тастап кетті домбыраны. Тастаған арасында тарттырады домбыраны. Бірақ домбыраған желаниясы болмады. Ол суретке барам деді, суретке барды. Одан кейін карантин бастап кетті, одан кейін әйтеуір анау деп суретті үйірмесіне бармай қалды. Енді қазір күн жылса қайттан барады суретке. Бірақ оны сурет үйірмесіне неме керек, медал, диплом алу үшін керек болмаса, ол өзі так анадан қарап ақ салады ол суретті.
Сонда да бірақ ана профессионально салу үшін суретке бару керек. Кейін өскенде суретші боласың ба? Сурет сабағынан бересің ба, Ахмет? Иә. Апай болмаймын только. Апай болмаймын. Өзің жеке не ашыласың ба? Иә. Әкесі бізде мұғалім, доктор, ондайды ұнатпайды, жеке кәсіпкер боласыңдар. Жеке өздерің біреу жұмыс істемеңдер, өздерің жұмыс істеңдер, өздерің бастық болыңдар деп солай үйретеді. Инабаттың водолазкасы прям мына жерде күшті болып көрініп тұр ғой. Өзіме де осысын ай. Күн суық, негізі үй салқын болып жүр. Негізінде біздің үйіміз болай қатты болмайтын еді, или қатты аяз болып тұр ма далада. Бірақ ертең біз мектепке барамыз. Базы есіктің кілті қатып қалды ғой? Еще қар тұрды оны қатты. Қатты қалды? Иә. Суық аяз болып тұр. Бүгін жексенбі, ертең сабақ. Юху! Мына қуанбайды, мен ғана қуанам. Бір-екі күннен кейін қайттан сабағымыз деген. Ахмет түсте барады ғой, ұйқың қандырып ап барасың ғой сен. Иә. Инабат ерте тұрады. Петрушкасы екеуі кетеді таңертең. Түнде жаза бастайды. Қаншада шығамыз деп. Азында да жазам. Таңертең тағы жазады. Екеуі кетеді Аружан деген подружкасы көрші. Кішкене қара түсті ғой шүйіне. Дала суық, бірақ біз ертең мектепке барайын деп жатырмыз. Аясын білмеймін, жаңа мен далаға шығып, біздің стиральный машина далада кір салып келуге шықсам, қатып қалдым ғой. Қазір оны жаю керек. Не, Астана жаман болып отыр. Негізі кейбір ана мектептер араймыз ба Алматының? Не онлайн болып отыр ғой? Енді андай қатты суық, шет жақта тұратындар бар ғой, соларға онлайн шығар. Бара алмайтындар, жол жабық. Бізде нормально ғой, анандай батыс жақтарда қатты жауады ғой. Я достар, кім батыс жақта тұрады, кімде қар қалың, жазып кетейік. Бізде де осы жылы қалың жауды, иә? Білмеймін, маған ондай Үш жауды ғой? қыс деп қорықпаймыз, өйткені үйіміз жылы, үй жылы, адамдар қорықпайды деп ойлаймын. Енді андай от жағатындар, конечно, шет жақта тұратын ауылды жерде тұратындарға қиындау. Біз от жақпаймыз, газ бізде. Жолды мысалы күреп кетеді. Иә. Так. Қара түс. Айладың газ кетем. Жасай. Январдың бүгін қаншасы? Бүгін Қазір көререйін. 13 ма? 14 ма? 15 ма? Қазір. Бүгін Батырхан. Мен ше білмейді екем. Бүгін Батырхан туған күні. Қаншаны 31 деп тұрмын. Қанша болды Батырхан? 15 дейді. 2 толды. Кеше Лара тәтең туған күні. Бүгін баласының туған күні. 2 туған күні. Кеше мамасының туған күні, бүгін баласының туған күні. Бүгін 15 дейді. 15 ма? Иә. Қайнақта еді сурет? Келесі айда достар Инабаттың туған күні. Әжеміз екеуміздікі. Әжесінікі. Әжеңкі бірінші болады, сосын менікі. Угадайте, қаншасында болады? Деп айтпай тұрсаң да. 18-іне болады. 18 күні комментарияға бірінші болып құттықтаңыздар. Любой комментарияға. Инабат туған күнің мен деп. Мен сіздерді комментарияға сол құттықтауларыңызды күтемін. Мен жақыннан көрсетіп қояйын. Білмеймін, анақта не бар? Қара түс бар ма? Иә, кішкене қаралауы. Қошы? Қаралау болып тұрса. Қан көрсетші? Суретін. Жоқ, сен қолында, телефонда. Осындай болып шығу керек қой, достар. Ана жерде ақ түс керек екен көрдің бе? Қызылмен бояйсын да, сосын ақпен. Тайтырына жердегі не тұр? Еңілік может өзі жалғыз өзі салып атқан шығар. Ахметте жалғыз өзі салып атыр, достар. Ойлап қалғандар бәрі жабылып нетіп атыр екен, салып атыр екен деп. Ахметте жалғыз өзі салып атыр. Просто біз поддержка беріп атырмыз. Ол үндемей салып отыра берсе, ол қызық болмай қалады видео.
Бізде видеоны қызықтыратын анамыз ғой. Иә, сөйлеп тұратын мен. Қызықтырып тұратын. Иә, өйткені қызық болмай алады видео. Құрып, суретті салып отырған қызық емес, ешкімге арасында әңгіме айтып тұру керек. Мен подружкаларыма бармаймын, ішім пыса, сосын сіздерге айтамын әңгімемді көбінде ютубқа айтамын. Үйден шықпаймын, Ахниет пен Инабатқа айтамын әңгімемді. Әңгіме болғанда не мектепті айтамыз, сабақты айтамыз, үйдегі қызықтарды айтамыз. Кеше izledik қой, бұрынғы немізді көріп видеомызды. Көріп келдік қой. Күліп те алдық, жылап та алдық кеше. Соңында күлдік. Бұрын деген Инабат пен Ахниет тиктокты өлтіріп түсіретін ғой. Ойбай, соларды көріп күлкіден өлдік қой. Сондай Дәулетті Рахманның кішкентай кезіндегі Дәулеттің кішкентай кезіндегісін көп түсіре беріптік. Негізі достар, YouTube каналы ашып, түсіріп сала берген жақсы екен. Өйткені өскен кезде ол естелік болып қалады екен. Өскенде мысалға, қазір тез өсіп кетті ғой балалар. Қазір көріп өз-өздерін танымай жатқан видеолары да бар. Мына жерде мен ба деген. Мынауың енді құсап көретқан сияқты. Мынау не, шарбақ па? Түшкі сызық-сызық болып тұрған. Мынау не, ағаштар. Мынау. Иә, ағаш па? Шарбақ па деп ауылдағы дейді. Ауылда сондай сөйтіп. Менің шарбағым сондай болатын еді ғой. Сол есіме түсіп кетті ғой. Мына бір кішкентай бір не. Қанемет үлкен мусор болып көрініп отыр. Айфонның сондай несі бар ғой. Сол істеп жүрейін бе? Ал, сен бітіріп ал, сосын бірақ көрсетейін. Кішкене ажыран қысасын, көлің кішкене жақтау кетті ме? Розовый қалай шығара? Білмеймін. Розовый. Ақ пен қызылда болса? Қызылда қалады. Иә. Мына видео ұзақ болып кетпеу үшін достар, мен кішкене неден өшіре тұрайын, иә? Ахниет боя алсын. Мен үшін көп болды ма? Мен сен боя бер, тез көрсете салам. Бүгін әкесі бізді катокқа алып барам деген. Бірақ дала деген аяз үсіп қаласың. Мен шыққым келіп тұрған жоқ. Суық дала. Бірақ біз жылда аязға суыққа қарамайна ұрды. Аяз кезде көл бар. Маяк деген. Сол жерде жаңа күшті ғой. Сол аязың кезінде баратын ұрды. Қатып тұрады көл. Үлкен балон бар. КамАЗдың балоны бар. Камерасының ішінде. Сонымен сұран өстіп, бесеу бірақ отырып сұран еді. Бірақ арыққа әскесін жоқ, қорып кетесің. Андай қараңғыда барамыз ғой көбінде. Төбе көтергенде жаңа қиын болады. Ағаштар арасынан өту керексің. Ағаш отырған жақсы екен, ұстап мінесің. Иә. Тағанып кетуінде мүмкін. Күндіз барсаң қазір жерде адам көп болады. Ол кезде еще таныстаңыздар, иә? Иә. Біз жерде ар жағынан тұрған ғой. Розы нелер. Жақыннан көрсете берейін, сен сала бер, қандай болып шығып жатқан. Мынандай болып шығу керек негізі. Құсап келе жатыр Ахниеттің. Ортасына қойып қойды, өрде не болады? Ол жерде андай не болады? Мен андай розы нелер. Айдың сәулесі ма? Иә. Айды қараңыздар. Сапақша болып кеткен. Қарныш бітіп. Қазір ішінен бас. Ахниет толық бітіріп алсын, содан кейін бірақ көрсетейікші. Мына жерде тұрған кішкентай та көрінбей қалды. Мына осылай шашып шықты. Қандай күшті, қарап тұрып демалсын. Күшті шығадыр ғой. Таудың ортасында отырғым кетті. Мына қар болғандай сияқты болды, иә? Қар жауып отқандай ма? Иә. Күшті болып қалды, иә? Ал достар, енді сіздер кім көрсетемін? Ал достар, Ахниеттің екінші тапсырмасы орындап болды. Осындай болып шықты. Әкел ана, телефонда әкел, мен бір шеттен көрсетіп тұрайын. Айтпашы достар, Инабат шешуге кетіп қалды. Шашып кетті, бітпей кетті суреті. Шешіп күлештеп кетіп қалды. Мен осылай шықты. Комментария жазып кетіңіздер, қалай шықты екен. Міне. Ұқсайды ма, ұқсамайды ма? Телефондағы сурет. Анау Ахниеттің салғаны. Ұқсайды ма, ұқсамайды ма салыстырып баға беріп кетіңіздер. 1-ден 10-ға дейін бағалаймыз.
сіздер егіздер арнасына кіріп, егіздер арнасы қалай орындап жатыр тапсырманы, соны да ұмытып кетпеңіздер достар. Кіріп көріңіздер егіздер арнасына. Еңліктің тапсырмаларын бізде көреміз. Кіріп көреміз бізде, сіздер де кіріп көріңіздер. Ал енді Ахмет? Ал енді бізде 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырмаға кетті. Ал біз 3-ші суретке кеттік. Осындай сурет салам мен. Персонаж салу керек, ода өзімнің қалаған мультфильм, кино, аниме сондай да. Мен осы қызды таңдадым. Маринда ма? Меринда, кім еді аты? Меринда ма? Ойбай аты. Меринда, иә, Меринда. Әдіме сияқты қояйын, суретімді салып бастайын. Бұлай бірінші Аю. Сіздер көрген шығарсыздар оны Диснейдан. Аю болып кетеді мамасы, потом ана қыз нетеді. Волшебницаға сондағы аппарат. Той мамасын қайттан нетеді, адам қылады, Иә. Ал достар, біз келдік, инноваттар келді. Ахмет тездетен мұнан зарядкасы отырып масқара. Өш қалмасын. Достарына суретті әдемі салыпты. Иә, сенгенімдейінше бітірді. 3-ші тапсырманы. Бізге батылға шыққан қиынше уақытты көп алады батыл. Соны бағылап достар. Комментарияға жаудырып жүрсеңдер ғой. Топпадан бірдеңе деген сондай сөздеріңізді түсіріп қойын. Не салып атқан көретіндей. Нокым? Меринда. Ең соңғы тапсырма қандай болды? Осы? Осы ма? Иә, өзің жақсы көретін персонажын салды. Жақынан көрсетейін мен достар, не салып атқан. Жақындат көрсетейін ба? Иә. Болғыш. Бол давай. Тез саласың ба деген дейм ба? Тез саласың ба жұрттық. Сіздерге бір бұл тез монтаждап, бұны тез көрсетеміз, ал негізі бұны 1 сағат, 2 сағат отырып орында отырады. Сосын кешегі батылда кім көрді достар? Ауылдан сәлем каналымен батыл түсірдік. Оның өзін біз 2 күн түсірдік. Түнімен ұйықтамай түсірдік, ертесіне шығып тағы түсірдік. Видео түсіру, оны 1 күн монтаждады. 1 күн монтаждайсың. Уақытын сонымен кетеді. Біздің еңбегімізді бағалап достар, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басыңыздар, кім қай қаладан, қай мемлекеттен жазып кетіңіздер. Ең соңғы сурет әдемі шығып жатыр. Бәрі сурет әдемі. Мен өзім саламайым сурет мысалға. Мен де. Мен андай көйлек сала алмайым. Мына тау нелер саламын, ананы саламайым мысалға көйлектен. Все, бояуына қалды. Да, сен маған көмектесші бояу. Қоңыр үстіне аяуды боясыш. Қонысымен? Иә. Құры отырсың ғой енді. Көркөйім осыны. Еңілгендері ренжімейтін жар, ойбай екеуі орындапты деп. Осы алды Ахмет. Бояуға келген кезде инноват бояп көмектесіп жатыр. Неқта мен әңгіме айтып көмектесіп жатырмын. Бүгін негізі Ахмет конькиге барайық деген. Бірақ енді даланың аязын көрсеңіздер, достар. Және коньки далаға жасап қойған ғой, достар. Коньки далада еще. Болды, біз уже бойына қалдық. Жақынан көрсетіп жібересіз бе? Бояп отқандарын жақынан көрсетіп жіберейін. Міне достар. Күшті салған. Жаңа мен негізі Асылхан Рахман Дәулет мені шақырып қалды. Дәулетке кетіп қалдым, негізі камерамды мына жерге қойып кетем деген ғой, Ахмет те мән бермепті. Жақыннан камерамды қойып кетем деген. Келесіде Ахмет өзінің каналында шығарады, Иә. Өзінің каналында осы басқа да суреттерді ойбай, аяқта Индия болып жатыр ғой, жай қойсаңдаршы дауысын.
ойбай кешке дейін осы индийский нені тыңдайды ғой. ана ойын ғой, соған музыка қойып қойған ғой. Ақниет өзінің каналында бұндай нелерді көрсетеді сіздерге, салып отырған прям нүкте нүктесіне дейін жақындатып сіздерге көрсетеді. Давай выбір. Мен қызығып болдым. Күшті болды ғой ана. Иә, жерде айыта қарадым. Мен андай вообще қарап тұрып та саламаймын. Мен де Мынаның өзі өнерге қарап тұрып салу деген. Я сен тиктогыңа осындай салмайсың? Ұзақ болып кетеді. Осындай. Все, міне. Болды, үшінші тапсырма орындалды. Қане жақынан көрсетшін. Қараңыздар. Қалай құсатып салалды ма, достар? Менше айнытпай салдым. Маған да айнытпай салған сияқты құсатып салды. Молодец, жарайсың. Ал достар, сіздердің қолдауларыңыз қажет бізге. Қалай тапсырманы ойдағыдай орындады ма? Ал достар, Ақниет салып болды. Мынау Ақниеттің бірінші тапсырмасы. Мына екінші тапсырмам пейзаж, үшінші тапсырмам любимый персонаж. Ал достар, осымен біздің батылымыз соңына жетінеп қалды. Егінен саған рахмет. Бүгін осындай Ақниет суреттер салды сенің арқаңда. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және де лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.